Шанс-Элизе дүкені. Бәрі де осыдан бір ай бұрын 1975 жылдың сәуір айында дүкен сөресінен Дженни Колон маркасының сөмкесін көруімнен басталды ғой. Жанымда сүйіктім Сибиль бар еді. Екеуміздің атастырылу, яғни сырға салу рәсімінің уақыты белгіленген болатын. Баликонаға даңғылымен қол ұстасып қыдырып жүріп, көктем кешінің салқындау лебінде сезбедік. Өйткені біз жас едік, махаббатқа мас едік. Нишанташы ауданында жаңадан ашылған сәнді мейрамхананың фойесінде кешкі ас ішіп отырып, ата-анаммен бірге қалыңдықтың сырға салуын талқылаған едік. Сибильдің Париждегі ДМ-Сион лицейінде бірге оқыған Нұржихан атты құрбысының тойға үлгеріп келуі үшін үйлену тойымызды маусым айының ортасына белгілегенбіз. Сибиль той көйлегін дайындау үшін Стамбулдың атақты тігіншісі Ипек Исметке тапсырыс беріпті. Ас үстінде анам қалыңдық көйлегін безендіретін інжу тастар туралы айтқан еді. Анамның бұл сөздері Сибильдің құлағына жақпай қалды. Әкем, тойды өте жоғары деңгейде өткізуіміз керек. Шақырылған сыйлық қонақтар да көп деді. Бұл сөз бәрімізге ұнады. Стамбулдың жоғары тап өкілдері сол кездері Сорбоннада оқыған деген атаққа өте құштар болатын. Парижде қандай да бір оқу орнында оқыған қыздарға ел сол кезде Сорбоннада оқыған деп қызығып, құрметпен қарайтын. Болашақ келінінің де сол Сорбоннаның түлегі болғанына әкем өте қатты қуанды. Кешкі астан кейін Сибильді үйіне шығарып салмақ болып көшеге шықтық. Қолыммен иығынан құшақтадым. Қандай бақытты жанмын, қандай жолым болғыш деп шаттықтан жарыла жаздап келемін. Сибильде маған көздерін төңкере қарап күлімдеп қояды. Көше шамдары айналаны жап-жарық қылып тұр. Бір дүкеннің жанына өте бергенімізде Сибиль, Кемал, қараш, қандай әдемі сөмке деп айқай салды. Кешкі аста ішкен қызыл шараптан басым сәл айнала бастаса да, дүкен сөресіндегі сөмкені әйнектен анықтап қарадым да, «О, әдемі» дедім. Біз әрі қарай жүріп кеттік. Ертесінде дүкенге келдім. Табиғатынан әйел затына сыйлық жасағыш, гүл беруші үшін сылтау іздейтін әйел жанды кісі емесем. Сол кезде сүйіктім үшін істегім келген шығар. Ол кездері Шишли, Нишанташы, Бейбек секілді аудандарда Стамбулдағы байлардың Еуропаға әуес еріккен әйелдері өнер галереясын емес, бутиктер ашатын. Әлі Вояж сияқты импортталған журналдардан қарап, соңғы сән үлгісімен тігілген көйлектерді, жарқырауық әшекей бұйымдарды Париж бен Миланнан тасып әкеліп, өздері сияқты байшы кештердің ерке әйелдеріне аспандаған бағаға сатуға тырысатын. Шанс-Элизе дүкенінің иесі Шинай ханым адамдар туралы бәрін білгісі кеп тұратын. Көрген білгенін жалпақ жұртқа жайып жүретін, әрі өте шаруақор пысық жан еді. Есік жақтауында ілінген қос тоқпақты кішкентай қола қоңырау Шанс-Элизе дүкеніне кіргенімде жиі соққан жүрегімнің дүрсілмен қатар сыңғырлады. Көктем ай еді. Дүкен іші салқын, көлеңкелеу екен. Ешкім көрінбейді. Айналама қарап тұрып қалдым. Бір кезде жаныма сатушы келді. Пүсін екен. Сөредегі сөмкені алғым келеді. Өте әдемі екен дедім. Дженни Колонның сөмкесі ме деді ол. Сөреде манекеннің қасында тұр дедім. Түсіндім деді. Пүсін витринаға қарай жүрді. Аяғындағы биік өкшелі сары туфлиін шешті. Әдемі, топ толып балтырлары көрер көзге тартымды екен. Дене түстес капрон шұлықтарынан қан қызыл түске боялған тырнақтар жылтырайды. Мен қыздың шешіліп қалған сүйір тұмсық туфлиіне, содан соң түп-түзу әдемі аяқтарына қадала қарадым. Мамыр басталмай-ақ күнге күйіп үлгерген тәрізді. Аяқтары ұзын болғандықтан сары түсті көйлегі қысқа болып көрінді. Сөмкені қолына алып сырмасын ашты. Сөмкенің ішінен сұрғылт қоңыр қағаз түйіршіктері шықты. Дженни Колон деген маркасы жапсырылған этикеткасын сүйріктей саусақтарымен маған жұмбақ әрі өте күрделі нәрседей салмақтылықпен көрсетіп басын көтергенде көзіміз түйісіп қалды. Жүрегім қатты соғып кеткендей. Салмақты қабағы қатыңқылау көрінгенімен жан толқынысында нәзік иірімдері бар. Жәудіреген мойылдай қара көздерінде жас арудың уыз тілегі, бал үміті, шырындай пәк сезімі мөлдіреп тұр. Сәлеметпісің пүсін? Қандай әдемі бой жеткен болғансың? Мені танымаған сияқтысың, дедім бір түрлі сезімнің тұңғиығына түскендей әбіржіп. Жоқ, Кемал аға,
Мен сізді бірден таныдым, бірақ сіз мені танымай қалған шығар деп назарыңызды аудартқым келмеді. Арада біраз үнсіздік орнады. Қайда қарарымды білмей сөмкелер жатқан сөрелерге көз тастадым. Жас қыздың сұлулығы, бәлкім, көз тартар қысқа көйлегі, әлде әдемі тұнық қара көзі, шашы, қасы, ерні ме, білмеймін, мені ыңғайсыз халге түсірді. Сөзім де, осы тұрысым да жасанды сияқты болып кетті өзіме. Қазір немен айналысудасың? Университетте, сынаққа дайындалып жатырмын. Әрі осы жерде жұмыс істеймін. Дүкенге күн сайын жаңадан зат сатып алушылар келеді. Өте жақсы. Сөмкенің бағасы қанша? 1500 лира. Деп сөмкенің астындағы бағасы жазылған қағазды оқыды. Бұл қомақты ақша еді. Сізге Шынай ханым жеңілдік жасар мүмкін. Түскі ас ішу үшін үйіне кетті. Қазір ұйықтап жатқан болар. Сондықтан телефон соға алмаймын. Кешке қарай келіңіз. Әуре болмаңыз деп қалтамнан әмиянымды алып, ақшаларымды санай бастадым. Қолына 1500 лираны ұстаттым. Бүсін сөмкені қағазға мұқият орап, әдемі пакетке салып берді. Осы сәтте оның әдемі сүйріктей саусақтарының тез әрі кербез қимылдарына қызыға қарап тұрғанымды ішінен сезгендей болдым. Сөмкені маған сондай сүйкімді нәзіктікпен ұсынды. Рахмет, Бүсін, Несіпет әтеге, әкеңе. Сол сәтте Тарық мырзаның аты есіме түспей қойды. Әкеңе сәлем айт дедім. Бір сәт оған қарап тұрып қалдым. Ішімнен бір қиял елесім шығып жұмақтай бір мекенге Бүсінді қапсыра құшақтап, аймалап сүйіп жатты. Бұл не сайтан сезім? Не болды саған жүрегім? Аяғымды жылдамдата басып дүкеннен шықтым. Не деген тәрбиесіз, ұятсыз адам ем. Бүсін соншалықты сұлу да емес қой. Сыйлығыма қарадым. Сөмке ұнап тұр. Сибелге де ұнауы сөзсіз. Сибелді сүйемін дедім өз-өзіме. Содан кейін дүкенді де, Бүсінді де ұмытуға тырыстым.